MATLAB бағдарламасында векторлерге операция қолдану. Бастайық. Бүгінгі тақырыбымыз векторлермен операциялар жасау. Векторлердің мәндерін біз MATLAB оқулығынан аламыз. Бізге векторное произведение, скалярное произведение және векторлердің арасындағы бұрышты табуға керек. Әуелі екі векторлерді енгіземіз. Кросс функциясын пайдалана отырып, екі векторлерді операция жасаймыз. Келесі пунктқа көшейік. Ол үшін сум функциясын қолданамыз. Ал енді вектор арасындағы бұрышты табу қалды. Ол үшін Lenovo функциясы, SQRT функциясы қолданылады. Мінекей, осындай функцияларды енгізе отырып, біз U мен V векторлерінің арасындағы бұрышты табамыз. Мұндағы фи 1,35 тең.